Бәріңе сәлем оқушылар, сіздермен бірге мен Шахмардан Ағай. Бүгін біз нағыз ұбт-да қайталанып келіп жатырған және көбісі қиын деп ойлаған рястат деген контекстте талдайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап талдауын жаттау. Бізде осылай тізбек берілген екен, біреу резистор, біреу рястат және оларға вольтметрлер жалынған параллель және жалпы тізбекке амперметр жалған екен. Бізде айтады бірінші сұрақ, егер рястаттың тілшесін сол жаққа жақындатсақ, бірінші вольтметрдің көрсетуі қалай болады дейді. Яғни примерно сол жақ шетіне жақындатсақ деген ғой. Яғни бізде рястаттың тілшесін осылай қоятын болсақ дейді. Енді қараңдар, бізден осылайнан тоқ былай жүріп баратады, не істейді? Жүріп баратады. Если шетінен қоятын болса не болады? Шетіне қоятын болса, бізде ол рястаттың кедергісін вообще ескермей өтіп кетеді. Былай қарай. Яғни ортасынан қойған кезіне былай қарай ескеретін еді, ал бірақ оны шетінен қоятын болса, былайнан барып тоқ бірінші резистордан өтіп кете береді екен. Сол себептен бізде не болады? Мынаның бүкіл электр қозғалтқышы бізде ішкі кедергі 0 болғандықтан бүкіл электр қозғалтқышы осы кернеуге беріледі деп жауап береді екенбіз. Енді біз оны табу үшін істейміз. Бізде мынаяқтан 4 тоқ көзі берілген. 4 тоқ көзі. Яғни бізде мынау бірінші 12 вольт, мынау да 12 вольт, мынау да 12 вольт, мынау да 12 вольт. Жалпы бізде қанша? Жалпы бізде тізбекте жалынып тұрған қосасың. Сол кезде жалпы 48 вольт бар екен. Осы 48 вольт бірінші вольтметрге беріледі деп айтады екенбіз. Яғни жауабымыз осы 48-ді белгілейді екенсіңдер. Екінші сеп, егер рястаттың дейді тілшесін оң жақ шетіне жылжытсақ, амперметрдегі тоқ күштің мәні. Яғни бізден мынау тұрған жерге жылжытсақ дейді. Енді қараңдар, сол кезде мынау тұрған жерге жылжытатын болсақ, мына жақты ескермейсіңдер. Тоқ не істейді? Тоқ келеді осылайнан, сосын мынау рястаттың бүкіл кедергісін жүріп өтеді, тоже мынау тұрған бүкіл кедергіні жүріп өтеді. Сол кезде не болады? Сол кезде мынау тұрған рястаттың жалпы бүкіл максимал кедергісі 400 Ом деп берілген екен. Значит, бізде 400 Ом мен мынау тұрған 200 Ом тізбекте қосылады. Сол арқылы біз жалпы кедергіні таба аламыз. Жалпы кедергі тең болады нешеге? Жалпы кедергі тең болады екен бізде 200-ге мынау тұрған 400 қосатын болсақ, бізден 600 Ом деген сан шығады. Яғни R жалпы. Енді бізде мынау тұрған амперметрдің көрсетуі I жалпыны көрсеткеннен кейін, біз жалпы электр қозғалтқышы қанша? Бізде 12-ден 4-те болғандықтан 48-ді, яғни эпсилон бөлген R ғой. 48-ді бөліп тастаймыз 600-ге. Бұл жерден 48-ді 6-ға бөлетін болса 8, оның минус 2 дәрежесімен 0,08 ампер деген жауап шығады екен. Осыны аласыңдар тағы да өздеріңе плюс балды қосып алады екенсіңдер. Кеттік, үшінші сеп. Айтады, 2 вольтметрдегі кернеулер өзара тең болса дейді, мәндер өзара тең болса, амперметрдің көрсетуі қанша дейді. Яғни бізде мынау ортасына келсе деген өзара тең деген, это мынау да 200 Ом, мынау да 200 Ом деген сөз ғой. Себебі, если оның бойынан тізбекте жалынып тұрған бір тоқ өтетін болса, кедергілер бірдей болса, олардың кернеулері міндетті түрде бірдей болады деген сөз. Сол себептен бізде не болады? R1, R2-ге тең деген немені тұжырымды шығарады екенбіз. Сол арқылы біз жалпы кедергіні анықтап алайық. Жалпы кедергі сол кезде тең болады екен. Бізде R1 қанша? 200 Омға, уже рястат уже ортасына тұр деген сөз. Значит, ол да 200 Ом деген сөз. 200-ді қосып жіберетін болсаңдар, сендерден 400 Ом деген сан шыға салады екен. Яғни бізден жалпы кедергіміз 400 Ом. Енді мынау тұрған I жалпының табу үшін істейміз. Жалпы электр қозғалтқыш күшіміз 48 вольтты. Осы бізден 400-ге бөліп салады екенбіз. Бұдан бізден 48 4-ке бөлетін болсақ 12, оның минус 2 дәрежесімен 0,12 ампер деген жауап шығады екен. Осыны аласыңдар тағы өздеріңе плюс балды қосып алады екенсіңдер. Кеттік, бізде төртінші. Егер рястаттың тілшесін сол жаққа жақындатсақ, амперметр мен вольтметрдің көрсетулері қалай өзгереді дейді. Аха, рястатты сол жаққа жақындатайық. Примерно осылайнан да. Осылайна жақындатсақ не болады дейді. Енді қараңдар, бізден жалпы рястат дегеннің құрылысын түсіндіріп өтіп кетейін мына жерге. Осылайнан тоқ келіп тұр, былай рястатты осылайнан қосып қойған екен. Если осы қосылған болса, яғни осылай қосылған болса, мынаяқтан келген тоқ мынау жердің кедергісін ғана өтеді. Сол былай қарай кетіп қалады екен. Ал если рястатты біз былай қарай қосып қоятын болсақ не болады? Былай қарай қосып қоятын болсақ келген тоқ тек мынау бөліктегі ғана кедергіні өтеді, яғни кедергісі азайып қалады. Енді біз қарап отырсаңдар, бізден рястаттың тілшесін сол қарай жылжытатын болсаңдар, мына жақтан келген тоқ тек мынау бөліктің ғана кедергісін өтеді екен. Бастапқыда ол мына жерде тұрған тұғын, мынандай дәу кедергі болған, бірақ былай сол қарай жылжытқанда тек мына жақтың кедергісін өтеді та, сол кезде не болады? Кедергісі азайып қалады екен. Яғни кедергісі азаяды. Значит, бізде кедергісі азайса, жалпы кедергіде азаяды деген сөз. Жалпы кедергіде азаяды. Если жалпы кедергіде азайса не болады? I жалпын салатын болсақ, бізден эпсилон деген тұрақты бөлтесің R-ге, біздің мынауымыз кемейтін болса, біздің тоқ күшіміз артады екен. Яғни мынау тұрған тоқ күші артады. Значит, бізден амперметр артады деп жауап береді екенсіңдер. Бізде вольтметрдің көрсетулері қалай өзгереді? Енді бізде қарайтын болсыңдар, бізде мынаған түскен кернеуді қалай айтамыз? Мынаған түскен кернеу екеуі тізбекте жалғаннан кейін бойынан бір тоқ өтеді.
Аха, тоқ 1 дейік. Значит, бізде не болады? Значит, бізде U тең I көбейтілген R дейтін болсақ, қайсының кедергісі көп, соның кернеуі көп болады екен. Значит, бізде не болады? Бізде қайсының кернеуі көп, соның кедергісі көп болады. Значит, бізде не істейді? Мынау итак тұрақты шама. Итак тұрақты шама. И біз наны қарайтын болсақ не болады? Наны қарайтын болсақ, біздің кедергіміз кеміп жатыр да. Значит, кедергіміз кемсе не болады? Біздің одағы кернеуі де кемейді деген сөз. Яғни былай қарай жылжытып қоятын болсаңдар, кедергі кеміп қалады, значит, ода кернеуі де кемейді деген сөз. Кернеу кемісе, это вольтметрдің көрсеткіші тоже кемейді деп, мынау тұрған амперметр артады, вольтметр кемейді деп жауап береді екенсіңдер. Все? Келесі. Бізде 5-ші есеп, соңғы есебі. Тоқтың мәні максимал болған кездегі резистордағы қуаттың тоқтың мәні минимум болған кездегі реостаттың қуатына қатынасы дейді. Аха. Тоқтың мәні қай кезде максимал болады? Бізде жалпы тоқтың мәні қай кезде максимал болады? Біз эпсилон бөлінген R деп жазып қоя салайық. Біздің кедергіміз ең минимал болған кезінде тоқ күшіміз ең максимал болады. Яғни қай кезде ол кедергі ең минимал болады? Бізде если реостаттың кедергісін ескермей қалған кезінде тек қана 200 Ом деген кедергіні аламыз. Ол қай кезде? Ол реостаттың тілшесі мына жерде болған кезінде. Яғни яқтан тоқ келеді, осайынан тоқ келе жатады. Сосын яқтан кедергісін өтейін десе өте алмай былай қарай кетіп қала салады. Яғни кедергінің ең шетінде тұр деген сөз. Сол себептен бізде 200 Омды ғана алады екенбіз. I максимал табу үшін. I максимал табатын болсақ, біздің эпсилонымыз 48 вольт, бөліп тастайтын болсақ 200-ге қанша шығады яқтан? Так, 48-ді 200-ге бөліп тастайтын болсақ, бізде яқтан неше шығады? Яқтан 24, 0,24 шығады да, 0,24 ампер деген жауап шығады. Аха, бұл I максимал болған кезіндегі резистордың қуатын дейді. Яғни резисторда қуат қалай табамыз? Если резисторда қуат сұрайтын болса, оның бойынан осындай ток өтеді, оның кедергісі бар. Значит, бізден I квадрат R деген формуланы қолдана саламыз. I квадратымыз 0,24-тің квадраты көбейтеміз 200-ге. Мақұл, осылай кетті. Келесі. Тоқтың мәні минимум болған кездегі реостаттың кедергісі дейді. Қуаты. Аха. Тоқтың мәні минимум болу үшін менің кедергім максимум болу керек. Кедергім максимал болу үшін мен реостаттың тілшесін мына жаққа апарып қойым керек. Чтобы ол бүкіл нау кедергіні жүріп өту үшін. Сол кезде бүкіл кедергіні жүріп өткенде ол 400 Омды да 200 Омды да жүреді. Сол кезде тоқ күшін қалай табамын? Тоқ күші мен эпсилонды бөліп тастаймын R жалпы. R жалпы бұл жердегі 200 мен 400-дің қосындысы болып кетеді. Яғни біздің R жалпымыз 48, бөліп тастайсыңдар 200 мен 400-дің қосындысы 600. Бұдан бізден бағана қанша шықты? Бұдан бізден 0,08 ампер деген жауап шықты. Аха. Реостаттың бізден несін табу керек? Қуатын табу керек болса, біз не істеймін? Реостаттың қуатын табу керек болса, осы 0,08-ді квадраттап, яғни бойына өтетін ток күшін квадраттап, көбейтемін нешеге? Оның реостаттың кедергісі 400 Омға. Андан қанша шығады? Адан енді дальше сандармен жұмыс істеу керек болады. Так, мен бүйте салайын. Калькуляторым есептей салайын. 0,24-ті көбейтіп 0,24-ге, көбейтіп 200-ге, аха, 11-50-ге деген сан шығады, жаттап алыңдар. Бізде 0,08-ді көбейтіп 0,08-ге, көбейтсем 400-ге. Мен шығады екен 2,56. Аха, мен 11-52-ні бөліп тастасам 2,56, мен сол кезде 4,5 деген сан шығады екен. Яғни мынау тұрған екеуінің қуаттарын қатынасы, P1-дің P2-ге қатынасы бізден 4,5-ді береді екен. Осылайша біз реостат деген контексті талдап болады екенбіз. Егер талдау пайдалы болса, парақшаға тіркеліп лайк басуды ұмытып кетпей. Сіздермен болған Шахмардан ағай, келесі видео талдауларда кездескенше. Давайте.